Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгінгі жәдігер баян бағдарламасы 3 ғасырлық тарихы бар музейдің ең құнды жәдігерлерінің бірі Бұхарбай батырдың өзі пайдаланған құнды дүниелер туралы болмақ. Батыр сөзі бұл парсы тілінде бахадур, ер жүрек, батыл, әскери, өнерді жақсы меңгерген, ерлігімен аты шыққан қаһарман адамға берілетін құрметті атақ. Менің қолымда Бұхарбай батырдың 19 ғасырда өзі пайдаланған найза ұш сабына ілінген шашағы, түп нұсқа. 3 ғасырдың куәсі болған бұл жәдігер Бұхарбай батырдың қолының табы алған, батыр найзасының ұшына сабына ілінген шашағы. Бұхарбай батырдың туы су сиырдың құйрығынан арнайы найзаның сабына байлап қою үшін жасалған. Бұл жәдігерді музей қорына батырдың шөбересі, Жалағаш ауданы Бұхарбай батыр ауылының тұрғыны Георгий Опабеков табыстаған. Қазақ халқының батыры, шешен даңқты, қолбасшы Кенесары хан бастаған ұлт азаттық көтерілісінің бас сардарларының бірі Бұхарбай батыр Естекбайұлы. Сырдария сағасынан күні бүгінге дейін ұрпақтары пайдаланған ұзындығы 25-30 шақырымды құрайтын Бұхарбай арығы қаздырған. Бұл Бұхарбай батырдың ерліктері ақын жыраулардың мұраларында да, жазушы Ильяс Есенберлиннің Қаһар романында, зерттеуші Бердәулетовтың Бұхарбай батыр кітабында көрініс тапқан. Бұхарбай батыр 1812 жылы қазіргі Қызылорда облысының Жалағаш ауданына қарасты ауылда дүниеге келген. Руы кіші жүз, жетіру ішіндегі табын тайпасының теке аталғынан шыққан. Келесі, менің қолымдағы Бұхарбай батырдың мөрінің көшірмесі, ал мөрдің түп нұсқасы Жалағаш аудандық тарихи өлкетану музейінің экспозициясында орын алған. Бұл мөрдің пішіні шеңбер емес, 4 бұрышты болып жасалынған. Мөрдің беті көлденеңнен 2 бөлікке бөлінген. Аталған бөліктерге араб харпімен Бұхарбай, Бахадур деген сөздер жазылған. Мөрдің 2 қапталында П әрпі тәріздес, айналмалы, ортаңғы тұсында тесігі бар. Темір бекітілген. Бұл тесік арқылы мөрге бау байланатындай дөңгелек ілмек жасалынған. Материалы күміс, техникасы қалыпқа құю, шектеу, бұрандау арқылы жасалынған. Бұл мөрді музей қорына Жалағаш кентінің тұрғыны батырдың шөбересі Қалданбек Ахметбеков табыстаған. Жалпы зерттеушілердің пікірінше Бұхарбай батырдың өмір жолы мен ерліктерін айғақтайтын мұрағаттық деректер Орынбор, Санкт-Петербург, Омбы, Алматы, Ташкент қалаларындағы мұрағаттарда көптеп сақталған. Қазіргі таңда Бахадур батырымыздың 3 ғасырлық құнды жәдігерлері облыстық музейдің экспозициясынан орын алған. Осындай құнды дүниелермен танысқыңыз келсе, музейге келіңіз. Келесі кездескенше сау, саламатта болайық.